Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін коржигі пеште піспейтін өте дәмді ерекше торт дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз. Барынша түсіндіруге тырысамын. Бізге дәл осындай үйіңізде тұрған кез келген печенье жарайды. Печеньені қолымызбен сындырып шығамыз. Көлемі майда болуы керек. Печеньені осылай майдалап болғаннан кейін орех салып араластырамыз. Келесі тортымыздың арасына қолданатын кремді дайындаймыз. Ыдысымызды отқа қоямыз, сүт құямыз, қант саламыз, үшеуін араластырамыз. Мен бұл жерде ванилин салдым. Егер сіз қаламасаңыз, ванилинді қолданбасаңыз да болады. Содан кейін какаоны салып, тоқтаусыз толық араласқанша араластырамыз. Арасында түйін қалып кетпеуі керек. Осылай қайнағаннан кейін бірден сары майымызды салып араластырамыз. Сары май ерігеннен кейін бірден ыстықтай кезде печеньеміздің үстінен құйып толық араластырамыз. Байқағандарыңыздай, бұл тортымыздың коржигі болып тұр. Енді кальциомызға барлығын салып тығыздап тегістейміз. Мендегі кальционың диаметрі 18. Енді коржикті холодильникке қоя тұрамыз. Сыртқы кремін дайындаймыз. Творожный сыр, сливки, сахарная пудраны салып, үшеуін қою болғанша тоқтаусыз миксермен араластырамыз. Крем дайын. Өзіме ыңғайлы болу үшін осындай мешокқа кремді салып алдым. Алдымен кальцияны абайлап пышақтың көмегімен болсын шетін босатып, содан кейін аламыз. Сыртқы кремін әдемелеп, тегістеп жағып шығамыз. Бұндай мешокқа салмай-ақ кремді бірден лопаткамен жағып шықсаңыз да болады. Кремін жағып болғаннан кейін тортты холодильникке қойып, содан кейін бетіне шоколад құйсаңыз әдемі шығады. Шоколад пен сары майды ерітіп құямыз. Шоколадты тортқа құятын уақытта шамалы суығаннан кейін құямыз. Температурасы қатты ыстық немесе қатты суып кетпеу керек, онда шоколад дұрыс құйылмай қалады. Осылай бетіне орех салсаңыз әдемі көрінеді. Тортымыз дайын. Осы рецептпен сіз де дайындап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.